Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы біздің сыныпта. Бүгін сен сабақта тыңдай отырып ақпаратты анықтауды, нені сұрағына жауап беруді, сурет бойынша әңгімелеп айтуды үйренесің. Сынып дегенде нені елестетеміз? Соны жазайық. Іске сәт. Сынып дегенде біз тақтаны, мұғалімді, бор, орындық, оқушы, үстел, осылардың барлығын елестетеміз. Жаңа сөздермен танысайық. Аш, ал, сүрт, сана. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Және бұл сөздермен сөз тіркестерін, сөйлемдер құрастырып жазайық. Іске сәт. Оқушылар, нені деген сұрақ қойғанда қосымшалар жалғанады. Н. Мысалы, терезе Н. Жіңішке сөз. Ге қосылады. Д. Гүлді. Нені? Жіңішке сөз Д болады. Есікті. Жіңішке сөз жалғау Т. Жуан сөз болғанда жуан қосымша жазылады. Біз құрастырған сөз тіркестермен, сөйлемдермен танысайық. Терезені аш, дәптерді ал, үстелді сүрт, гүлді сана. Мұғалім терезені ашты. Кезекші үстелді сүртті. Балалар, сендердің де сөз тіркестерін, сөйлемдерін сәтті шықты деген ойдамын. Тыңдалым. Өлеңді тыңдап, сұраққа жауап берейік. Сыныпқа қара, ал енді сана. Неше орындық, неше парта, неше үстел, неше тақта бар екен біздің сыныпта. Сұраққа жауап берейік. Сыныпта нелер бар? Оқылым. Бұл менің сыныбым. Ол 3-ші қабатта орналасқан. Сыныпта 12 ұл, 12 қыз бар. Онда бір үстел, 12 парта, 24 орындық қойылған. Терезелердің алдында гүлдер тұр. Тақтаны кезекшілер сүртеді. Біздің сынып әдемі, кең, жарық және таза. Оқушылар, енді сұрақтарға жауап берейік. Сыныпта кімдер бар? Сыныпта нелер бар? Ойланайық. Жауаптарымызды тексерейік. Сыныпта кімдер бар? Сыныпта ұлдар, қыздар, кезекші бар. Сыныпта нелер бар? Сыныпта үстел, парталар, орындықтар, терезе, гүлдер, тақта бар. Оқушылар, сендердің де жауаптарын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, енді кішкене ойнайық. Wordwall сайт бойынша анаграммамен жұмыс істейік. Іске сәт. Оқушылар, сұраққа жауап берейік. Сыныпта не істейді? Қажетті сөздерді теріп жазыңдар. Оқиды, тыңдайды, шулайды, жазады,
ойнайды, сұрайды, айтады, секіреді, билейді. Осы сөздердің ішінен тек қана қажетті сөздерді теріп жазыңдар. Іске сәт. Тексерейік. Қажетті сөздер. Сыныпта не істейді? Оқиды, тыңдайды, жазады, сұрайды, айтады. Қалған сөздер артық болып шықты. Сендердің де жауаптарын сәтті шықты деген ойдамын. Келесі тапсырма айтылым. Берілген сурет бойынша әңгіме құрастырып көрейік. Ойланайық. Іске сәт. Оқушылар, әңгіме құрастыру алдында мына сұрақтарға жауап берейік. Сыныпта кім бар? Мұғалім не істеп тұр? Оқушылар не істеп отыр? Сыныпта нелер бар? Тақтаны кім сүртіп тұр? Келесі бағандағы сөздер іс-әрекетті білдіреді. Сол сөздерді көмек ретінде алуға болады. Үйретеді, тыңдайды, жазады, оқиды, айтады. Іске сәт. Құрастырылған әңгімеге көңіл бөлейік. Сыныпта мұғалім, оқушылар бар. Мұғалім сабақты түсіндіріп жатыр. Оқушылар мұғалімді тыңдап отыр. Олар сабақта жазып отыр. Кезекші тақтаны сүртіп тұр. Оқушылар, сендердің де әңгімелерің сәтті шықты деген ойдамын. Енді есте сақтайық. Нені деген сұраққа жауап бергенде сөзге қосымшалар қосылады. Мысалы, сабақты тыңда. Тыңда нені? Сабақты. Тақтаны сүрт. Сүрт нені? Тақтаны. Жатта. Нені? Өлеңді. Осы сөздерге қосылған қосымшалар н, д, т. Есте сақтайық. Жазылым. Келесі сөйлемдерге нүктенің орнына қазақ тіліне тән дыбыстарды қойып толықтыру керек. Қазақ тіліне тән дыбыстарды еске түсірейік. Ә, і, қ, ң, о, ö, ү, ғ, һ. Іске сәт. Оқушылар, тексерейік. Бұл менің сыныбым. Ол 3-ші қабатта орналасқан. Біздің сынып әдемі, кең, жарық және таза. Оқушылар, сендер де қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс қойдыңдар деп сенемін. Оқушылар, сабақ тақырыбын жақсы меңгерді деген ойдамын. Енді үй тапсырмасын жазып алайық. 63-ші бетте 4-ші тапсырмада суретке қарап, сөйлемдер құрап жазу керек. Және сөздерді жаттайық. Сау болыңдар.